Павлодарда қазақ елінің ұлы перзенттері деген атаумен халықаралық конференция өтіп жатыр. Ертіс Баян өңірі қазақ руханиятына еңбегі сіңген бірегей тұлғалармен мақтанады. Солардың бірі жасындай жарқ еткен Сұлтанмахмұт Торайғыров. Түрлі дастан қиссалар мен жеке адамдардың өмірі туралы тамаша мәліметтер қалдырған мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Медресе ашып адамдарды имандылыққа тәрбиелеген Ғабыл Уахид Хазірет Тіленшиұлы. Өрнекті ойлармен дараланып қарымды қаламмен танылған Мұзафар Әлімбаев. Тағылымы мол шараға Түркия, Әзербайжан сынды бауырлас елдердің ғалымдары қатысып онлайн режимде пікір бөлісті. Ғалымдар мен дін өкілдері дала даналарының артында қалған бай мұралар туралы баяндама жасады. Осы кісіден қалған рухани мәдениеттің барлығы келер ұрпақтың санасына сіңу үшін біз бұлар қалдырған жәдігерлерді әлемдік өркениетпен ұштастыра білуіміз керек. Сонда ғана біз ұрпақ алдында өзіміздің парызымызды орындаған болып есептелеміз. Бүгін елдің ішінде айтылып жүрген жұмыла көтерген жүк жеңіл, ұяда көрсең ұшқанда соны ілерсің деген небір нақыл сөздер бар ғой. Тіпті қазақтың мақал мәтел оны көбісі бүгін қоғам білмейді. Кім айтқан? Шын мәнінде оның бірегей авторы Мұзафар Әлімбаев. Аз сөзге терең ой сыйдырған және ол мына алтын сияқты, алмас сияқты жылтырап, қазақ күнделікті өмірінде, білім мен ғылым кеңістігінде өзінің танымында осы сөз күнде пайдаланып жүр.